Только входил, что он промышленность и торговлей команда. Он и дороги строил. Большая плеяда в его входила. В 1941-1944 году министр, председатель правительства Тувинской Народной Республики, а потом председатель Тувинской автономной области. Откуда знаю я его? Потому что в 60-м году, когда он исполкомом командовал, мы строили училище второе, и он приезжал и вручал мне, как первому бригадиру молодому, я работал в Победе, вручил мне знак за освоение целинных залежей земель. Я в 5-й бригаде командовал в Победе год. Поэтому в такие годы, в 30 лет быть министром, потом министром иностранных дел 41-44, ведь он подписывал, наверное, декларацию о вхождении, так ведь? Знаком был, награждался, 4 ордена Ленина, это высшая награда была тогда. Получить орден Ленина большая заслуга была. Поэтому вот здесь на выставке я прошел, просмотрел, сколько все-таки замечательных людей, когда Туву поднимали, Тува поднималась при этих людях. Тувой командовали такие люди. В музее наконец-то открывается постоянно действующая выставка, потому что вот специально как-то небольшой провел опрос молодежи, молодых врачей, да, у нас про историю Тувы, как это не просто было вообще Туву сделать такой, как она сейчас, и что все это в те времена делалось, все эти дороги, все это делалось просто киркой, лопатой, что все это вывозилось не на КАМАЗах, а на телегах, все эти дороги до Абакана, до Эрзина, в Толджу тогда дорога была сделана, мост через Енисей и все остальное, сам город Кызыл. Все это заслуга наших прапрадедов, да, и, конечно, вот пользуясь тем, что сегодня можно выступить, конечно, жалко, что у нас и по телевидению, и в школах не показывают вот эти архивные хроники, как на самом деле все это выглядело, как наш народ жил раньше и к чему он пришел за годы советской власти. Потому что действительно в основном все построено было в советскую власть, и вот, пользуясь тем, что уже не молодой человек, седой человек, конечно, хочу сказать спасибо советской власти за наше счастливое детство. И спасибо, конечно, нашим дедам, прадедам за то, что столько труда они вложили в нашу республику и, соответственно, в наш народ, что вот сегодня мы до сих пор пользуемся их благами. Ну, про самого деда, конечно, могу сказать, что у меня вот образ коммуниста, это вот его образ. Он не пил, не курил, в свои годы физзарядка, бег трусцой. То есть вот то, что сейчас рекламируют и так далее, он в те времена без всяких телевизоров просто все выполнял на деле. Сөйгетімен президенті берінгі мінжап тадырыстаржы. Тұға Араб Республиканы өзі, арын хемчеттің өзі бұян батырға тұқсан. Чейірбен жетішін табызы жердерге Тұға Республиканы Совет елінға қадыштыр қаштын. Чейірбен жетішін Тұға Республиканы жазан өзі Чимба өзі баштан. Bir daha президент өзі оңыршақ болғанда мінжап ергімен атын тұрын. Сәлі мұны емен түнтікше жолау бардағанды. Атын тұрғыламын. Мен аштың дүлігі барын кеп жатқандан, барын кепсіздің жидер дебес. Жаңа олардың арасында еріңде осы құрдығы еркін болғаш, бізге төбеге ақтар жүргізі Чимба бол оғышы. Өңі қызылма жарқын арт ұрықпын құлдың Чимбаның аты жоқ. Аты жоқ. Нет, значит, это улицы чучат. Нет улицы, названы Чимба. Кызмажалки, в родном поселке. Коммунистерге бичинай, амарта қаңдашын күші таба жүр. Мұндай жерлердің жары соқаттар сөйлетін жешілші бер, маған бойыңдар, маған аял тағы жылдарға деп. Шамды жөе çoğalапқан дейш. Оның сондай жылдерге некеде сөйгештің үндірген жол қайтырынға. Партияның болса демгі жолдерге чингіне болса политикасының істер ұдыртыр істер дейш. Чымбаның жар айдан соқақмын ой.
인자로 스토파건 архивтен биребиз маржар деп жазган архивте мөзөркөрдөн керекин жар болгон болушун. Я жобогун болсо тообайн айылдан жори барган. Гордо патенты головой он ушел с работы. За то, что он все-таки сопротивлялся, что надо быть осторожным, когда мы распахиваем селение земли, когда мы осваиваем селение земли, гумусный слой туве маленький, засушивая погода, нас многочисленное количество животных, животноводства, скота, поэтому надо быть, когда распахиваем селение, поднимаем селение залежной земли, надо быть осторожным. За это он был снят с работы. Это надо сегодня говорить. И сегодня что? Сегодня жизнь показала правоту Чимба. Жизнь показала Чимба. Сегодня попробуйте распахать, значит, вот сукавские пески, распахать и засеять. Ничего оттуда не получится. Никто, пусть даже 8, 9, 10, 15 центнер урожай получится, все равно это убыточно. И никогда экономика зернового хозяйства мы не поднимем. Вот так он был снят с работы. Мындык ончы чаны шыны шок, тываның мызы ончы шынчы оғлы, чоңның оғлы, кемчіктің барын кемчіктің оғлы. Ол болса сүт көлдеріне онтарлардың болса өчөлдерге кейзі. Мындык болса демгал кишінің тоғайында сақтышын болып тұрып алған сонда, мен сілер бөгідегі мындай жылып келген ұстары болаш. Ертемденерге музейінің айдақтарынға, база төлдерінға мөгейіп тұрып мындыкіздермен. Мөгейге ішінің сәргі болса, поп айырла дейіш байыр жетіріп бәрін жүшверіп бәрбір. Тоstu açmaların başlara giriştin benim nazım bile baştan uzağlı usta ülep durum şakmadı gibi. Jasmin bugün bazen nazımını sergi verip durum şakmadı ülep durum. Жугла демгөл банын экономикасын Туанат республиканы демгөл социалистик орча кийрер дейиштин кызытып турганында эмес, ол кыз бүгүт алажы биле демгүл биздин бу төрен журтубузду чайдырадырын улуу кижи турган Бичи эрте bir жыл бурунга, шартык жыл бурунга орта чөбөлөп келгеш, тогуржуп алгаш, кым жөнү канжар, жөнү бижербиз, жөнү жугаларбыз, кандай келгенге кылырбыз деп турган болсо, бу байдан шала өзгө тарап орта батар. Жаңаштын биздин бу жайжак өөрөтүлгөн деп атаптыр бен. Моон санга бизге мындык байдал тургузуп беп болур. Мындык шала эпжок чүгел харышпас дер болса, эп найралды мындык дебей шоппе демник ажылдаштын мындык онжик алдар сурагын күзлерибиздин дуайында анада демге бичи мындык жертирген биз деп очоокка кийреринде эбес, нелен хандыр, нелен шаңнык, нелен үндесинди кылдыр болса деп атаптыр бен. Ниети ача хавязы биле, ниети жере туружу биле, аживле жуалар болса, тоқадарганын соонда кичерилеп билер. Оны жерлеп мен ботарымга тыка маргышпас болса эшке, ында айтыры жок. Чуга анда келдерге бир тугарында күр айылдаандыр. Итадасында эң харыскалы шазактаргасынын айылга жарандыр. Алаңия тайын үйесінде сайып тұрғаштың кезінен 4-3 жылдан бері көңгі шап, жен, сүлдерінің көрінге 4-3 жылдың апрель айда тоққадарға, анжымадарға Александр Монрович Сталинге телеграмма жартқан болды. Оң мұрында табаларына жүгілі демгіл материалды мұнды тоза жетіреңі емес, экономика тоза жетірер емес, табаларына күре жергесі біле жері роғында жартса қанды білдеп, июш қаттап Сталиннің еңелінге емес та болса, Совет жазақтың бұрныңға тұққа көй қаттап айтыры тұрғызып тұрған. Совет жазақ амын туаның байдалын білбез емес, оны тұққа далашпаңыр, керек аппар болсам сәрінің олдар қыстарыңар дайынға кешірленген. 4-3 жылдың апрельде база қаттап, бұл үш кеші Сталинже, Бодынже айтыры тұрғызып көре берген. Жүгіл онжам апрель айда 4-3 жылдың апрельде
совет шазак, харнам такой хоевеста болса, ну, орса чуалар жүйдер жүр. Харнам хире жергөзі біледі, балар күршерлейіне нол кәрі. Онзағай, сесеренің таласынға кіріп бір ұлыстыр. Жан аштың әм кіржерін жөпшеріп бағымды білдір деп күзіп бағым болды. Қылған ажылдарымды көріп тұрарымға хөлін әртірнарын айтырдар шейті деп. Хөлін әртірнарын. Ам дағанда генен үзе оны білер емес. Ана ам бұл қара өспе бадап көрге. Дайын есінде ол қағаш евешті болар. Бұның жұтының айтырғыларын шейт бүрлегі шаған, сесерегі алды шейт деп. Бұл айтырғыны қым тұрғаны. Дебен суағып тұрдыңар. Қанды да айтырға күйіртіп, сонда дағырар айтырғыны бұтыртып, сарыжалда сөзіні бұтыртып, шоп тұтын бұтыртылға жаққа ол жерді сөп олбастырған дейді. Жаңа астым мен бұдақ көрімге, бұл шымбыдарғаным ол боттық асыл кәре, ол үйеде қоншы көзге апарған деп бадар. Менің ачамның авасы Нұрсат дейір, бабушканың тумасыдыр, Александр Манагевичи. Манагевичи, ол дедушкасын жеді еттіріп тұрғаштың, ұрым сенен бөйттен білгі жейдіп тұрған жесті сен ұрым. Менің оған қадыр ажым бар, құр болғаш құрыққан жерлер тұғайды, тоғырқа дарғайды, жаңдыр мағышып тұрғаштың. Мен шынны болды шешілдірім. Ол қыдыражым бар, оған қыдыражымны келін ұпсан жоғатсыда беріп мен сен оны алғаштың түр көрем ұрым дейсте дейірге. Мен ол келін ұпсан жоғатсыға жеде ерізгі. Мені қоншық бақпан ол басқастың желі жаңғанды сезген. Характердір. Мені қоншық бақпан оң қорқаш ол жағын арда барбан. Ол қыдыраждан жағын ол істеттім есі. Оң сонда Тамара Топроловна жеде ерге бажында емче олғаш болды кезеді сақыртынара. Мені келіп аначаңны көрді анырым. Сенен бұл еттен білі жеді алған, еттен желді жеттірі еттірсен тоғыққа шақ біле дейір аттады. Тоғыққа шақ біле көрішпес кежі ол дейін. Ол кезінде бағымдыралы көрішпес олды қырғанчаңның шынны болды өйді сезіл. Тоғыққа шақ біле көрді жаңғы су жеп жедары есперім. Ол суын аңғылап қағат дейірге. Мен әмчан бішер студенті жем, ол қая көгір қарта бұлды әнді жермен қылшыда баспенен. Ана ол кезеді аңғылап қағат ұрманғы жаңғы су жеп жедары шақтардыр. Барғаштың ешіведен тарық барсын же қырғаначаңның ол күйірінге деп сөзі бар. Нам болдым бодақ бей, жан бодақ бейден бұл қатып белгештің. Ама ол қырғана айның база ол күре қоншы үйтілеп, менге ол күре бүзірелін елері деп тұрған дегілерілерін бәсір күсетпейін барған мені. Бұл Нұрсат дейір, ол бабушкасының тұңмазы деп жоғалап тұрдым жоқ. Ол Нұрсат деп тұрар бабушканың жоғап барғанда Ачам орса көбі олмын кеші дейір баса бұл көбі ол аттиспленелерін аттистер тұрғанын бұл қаттай қара бұл біздің бұл шоғжал өтші. Біле қаттай қара шишайын дүрепін жам қаты жөдеп тұрғаншы. Оғын қаты өрентің ма оғырша қаптыл мүнгі етші. Сұлдар бұл Александр Манагевичи жоғап барғанда елен бұл таңдың қочытық ба қаташлап тұрдылар енкергештің мал қой қайын өдір алғаштың бар ағызын деп алғаштың жедік білгештің барып ажашылар азап аңға қонып бүшіп тұрғаштың ажашылар оңынан бірінші дейіран менен бүкілі мейе қамчы жоғалары мен оны сақтап талғас кездірбейін бұл сұтты ажамдасын оңынан бірінші дейір белі қол сапы қочынын сирі қарты соғылы білі қаттай ойнеп жүрі белі қол сапы қочын азы ақыңардыр ұрым мені өредік бағыңыз жөн ұрсын сирік жер жасы мені өредік бады ол аққан Москвада дейін оны атчан біле 90 жылда ақарас ба елсіні көдіп тұрар еді ол 90 жылда атчан біле елен Ücreleyen bölünmüştür. Аңа бардығыз, белі ол сапы қошының пажынға бардығыз, ириск оғыз ағыл жанында қанды заресіне едіп тұрғымды да тосты арғатына жұттаптырар дейдішкалы жотыласа. Аңа жеді ергештің барғаш ачамны, барысқа ачам біле дейгеш қан құспақташып. Үнчан басы кеші журналист тұрмасы көйіне бежі бар тұрған жетін. Көп ойынды сақташқындарын жоғалажып, жандыр жабы жоғашқан жөлейін дейінем. Баса ол түйгін жоғала ора жүрді. Александр Манагевичин доғайдаваса. Еще раз поднять документы об этом замечательном человеке. Человек, который сегодня по новой Туве занимает 2-е место после Сардяка Львовича Толка. Человек, который сыграл решающую роль в вхождении в состав Союза СССР Тувинской Народной Республики. Человек, который 22 года с 41
По 1963 год проработал представителем облсполкома, сначала представителем Совета министров Тувинской Народной Республики. Понимаете? И вам, в первую очередь, он вручил за освоение селенных земель, государственную награду. Поэтому, Иван Васильевич, вот именно избирателей, он, наверное, избран из города Кызыла, или как обычно, с Болгаза. Нет, левобережная дача. Левобережная дача. Ну ладно, я тогда, значит, меня там временная избушка есть, я там прописан, поэтому я все равно являюсь вашим избирателем. Поэтому такой наказ. Это вот первое. Второе, поскольку сегодня шел разговор о том, чтобы все-таки увековечить его память, поскольку ты второе лицо после Солчакова, выдающийся человек, который имеет 4 ордена, у нас таких нет. Значит, смотрите, заброшенное кладбище. Это стыд и позор для власти. В том числе, значит, я тоже прозевал, оказывается. Хотя участвовал в похоронах Михаила Клавича, других наших выдающихся людей. Но и думаю, что самим нам надо, после этого второго человека, надо думать, иргит шардыржатып еспагути. Иргит шардыржатып мен аком чакаталда биргештин жолдерге авиганга жетеберген. Авиганга жетегеш маа жолдер кантык ончетен бул күрнөй таштар чапкан, ботту чапкан деп иргит шардыржатып деп чогула. Чын. Кайгай берген. Тоğa kadar bana barba öğretici atkan. Mungarani goza çağat bana peygamberin sonunda koncu goza temizlediğin amnun tokuspuşan. Koncu goza kurden başlattıran kişini anal abiganla çütü çoluk bana olsa bitmez. Ondan sonra körünce de verdim. Oğlum Sezen aldı, Sezen geldi yılda. Körünce de verdim, körünce kaldı. Kayalak ben körünce, şükür akacak bir yaptığını oturan tek bakman. Bir yaptısı gelmiş gencedir. Ona manjalo bakulundarını bir de sekreterine doğru şualadı. Bakınca parda bak, mukarın çok darga kişinin bak hür bindi işte bakınca pardan geldi. Onun sonra satıp kaldım. Doğan demde oldu. Darga olsun bazı pişturan yerinde olsa çiğdep bağırdı. Elde uçurdu ayda. Meğen eşim koduk bak atı öğret durgan eşim elde uçurdu derge. Moğol'un revolüsyon avının başlığını turgaş. Барын молдың дөрбеттер бахаңыстар тұра қалышыңларға. Жеде көргеш болатқаш. Ол болаттан жеріне маса өлген деп. Номында тоған номында жар біже. Мүмкінкіс мәгіліп біже. Керақында шу болғаник. Керақында қашым Владимирович мен авалғаштың чөптерге. Бағаванды молдың президенті ұламадыр ұжырайт бірді. Мен базадың Владимир Владимировичтің чаңғы олыр тұрдым. Бағаванды үшіні тілейінік. Бағаван клейн жазымынды елді очынды Москваға қайғырты бергеш. Аңа осы чүлдерге қандырдай жылдаған жоқы болақ бағапаш. Амда осы елді очынның сөйгі қауқшын баса моғыл ергітіп бергендірар. Владимир Владимирович олмасы ергітіп беріп көргер дейін. Ергітіп беріп көргер дейін. Жастың ам чүлдерге по мұнды чүлден ол ерге шарды жапты. Ода ұзар жақан бұл едуар бізден не білеш. Ерге шарды жапты не білештен бұл одем бұл біздің өттімдерістің базы ойдылуг ажылда. Амбын ойнарды ойында хераққында жағыстап санап тұрғаш. Ол онжы мағадылы күйлерді ойында ертем жиылар ажын толық қылыштаған оғыз. Амда толық қылыштағанымыз. Жа ажым жылдері қылар ажыл біздің өттімден нәрсінен қылар ажыл шоқты болса да көбей. Ана мен барым хеп жүкті болғанда, демне мен жоғап тұрған, қататтарым тұрғанда жоғап тұрған болғанда, мен аты ердің жүктерге. Шақ бұтырдың ол, моя просьба, поскольку он является моим земляком из Бармхемчика. Моим земляком из Бармхемчика. Значит, он является вторым директором комбината Азбес был русский, фамилия забыл. Я пацаном туда на лошади ездил. Я видел, как он командовал стройкой. Русский мужик первым директором был.
Тебе тоже Байрович, он пишет, обманывает, что он первый директор комбината 25. Свою книгу пишет. Не надо так, значит, зачем историю говорить? Все в архиве есть. И в 58 году, он в 64 году его перевели. Уже третьим директором его перевели. А так-то на первым директором, он же был, значит, он же был первым директором. Он, Чемба же начал строить комбинат «Уралсбес». Поэтому это моя просьба. Катрон Алексеевич сегодня не пришел. Заболел. Но болезнь ясное дело. Я мог тоже заболеть. Я из больницы пришел. Видите, вот я отец. Вот он тоже в больнице лежит. Значит, вы Катрон Алексеевич передайте, пожалуйста, какие мероприятия проводят здесь в музее. И у него выборочный подход.